Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, дастарханның көркін ашатын өте дәмді тауықтардың аяқтарын жасайтын боламыз. Қыздар, міндетті түрде менің рецептімен дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет, тәтті болып шығады. Бұның бір құпиясы осы тауықтарды ең алдымен зубочисткамен жақсылап тесіп шығамыз. Сол кезде сіздердің дәмдеуіштеріңіз тауыққа сіңіп, дәмі керемет болып шығады. Және де қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Әрбір тауығымызды осылай жақсылап тесіп алатын боламыз. Енді тауығымызды маринаттауға кірісейік. Ол үшін бізге осындай 1,5 килограмм тауық қажет болады. Оған тұзымызды, құмшекерімізді, кетчуп, сметана, чеснок, қарабұрыш және паприкамызды қосамыз. Бұл жерде құмшекерді қосу себебіміз сол кезде сіздердің тауықтарыңыз қып-қызыл әдем болып шығады. Ал сметана қосу себебіміз ол кезде сіздердің тауықтарыңыз сочный, сөлі ішінде қалған, сондай өте дәмді болып шығады. Бұл тауықтарды сіздер дастарханға жаңа холодная закуска дейді, соның қасына қосып қойсаңыздар болады. Болмаса кәдімгідей тамақ ретінде жаңағыдай қасына рис, гарнирге рис, сондай пюре қойып, подлива жасап істесеңіздер де болады. Міне мен маринаттауға 1 сағатқа қойдым. 1 сағаттан кейін алып, осындай противенге қағазымды төсеп, қызып тұрған пеште пісіреміз. Қыздар, мен 200 градуста пісірдім. Енді сіздер өз пештеріңізге қарайсыздар. Орта отта сол 40 минут бұл тауықтарға жеткілікті. Қатты күйдіріп алмаймыз. 40 минутта олар өзінің суы өзінде сондай өте дәмді, сочный болып шығады, қыздар. Енді қызып тұрған пешімізге жібереміз тауықтарды. Мінекей тауықтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, қыздар. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Самал. Келесі видеомда сіздермен кездескенше сау болыңыздар.